Баршаңызға сәлем, мен Айсұлу. Бүгін сіздерге мерекелік, яғни келе жатқан жаңа жылдық өте әдемі, бюджеттік, құрамын өзгертуге болатынын осындай бір салат түрімен бөліскім келеді. Өте әдемі болып шығады. Мерекедегі дастарханыңызды ашып тұрады түстері. Бірінші салат жапырағын алып, осылай қолымызбен үзіп турап аламыз. Пышақтан гөрі осы қолмен үзіп тураған өте әдемі болып шығады. Барлық салат жапырағын осылай қолымызбен үзіп аламыз. Мен керекті құрамды описанияға жазып қалдырдым. Енді осындай үлкен ыдысымызға әдемі ортасына жаңағы стакан болсын, осылай орын қалдыру үшін ыдысымызды қойып аламыз да, жаңа салат жапырақтарын орналастырып шығамыз. Бұл бізде жаңа жылдық салат болғандықтан осылай ортасын ашық қалдырдым, өте әдемі болып шығады. Енді қиярымызды осылай ұзыншалап, жіңішкелеп турап аламыз. Енді қызанағымызды да өте үлкен етпей, үшбұрышты пішінде турап аламыз. Әрине, черри помидорын да қолдансаңыздар болады. Менде осы үлкен помидор болды, сондықтан осымен жасадым. Барлығын біркелкі етіп, қатты үлкен етпей, әдемілеп турап шығамыз. Енді жаңағы ұзыншалап турап алған қиярымызды осылай етіп орап аламыз әдемілеп. Өте әдемі гүл тәрізді болып тұрады. Енді салатымызды жайлап жинақтай бастаймыз. Жаңағы салат жапырағының үстіне орап алған әдемі қиярларымызды және қызанақтарымызды чередовать етіп қойып шығамыз. Жасыл, қызыл, әдемі түстерге боялатын болады салатымыз. Әрі қарай икрамызды қойып шығамыз. Менде қызыл икра, қарасы қойсаңыздар да өте әдемі болады. Осылай қияр помидорлардың қастарына қойып шығамыз. Енді творожный сырымызды мен ақ және қара күнжітке орап алдым. Алдын ала қасықтардың көмегімен шариктер жасап алып, осылай күнжітке орап, әдемілеп қойып шығатын боламыз. Енді салатымызға соус дайындаймыз. Ол үшін сұйық майымыздың үстіне осындай горчицамызды салып араластырып аламыз. Әрине, мед қосуға болады, мен қоспадым. Балалар жемей қалады деп. Мед қоссаңыздар да болады. Осылай салатымыздың үстіне салып шығамыз. Енді ең соңында пармезан немесе твердый сырлар болады ғой. Соны уақ үкіштен өткізіп, қар секілді қылып, ең үстінен шашып шығамыз. Бұл салат өте дәмді, кислый дәмі бар, тәтті дәмі бар, өте бір әдемі салат болып шығады. Творожный сырдың өзіндік дәмімен, тағы да көкөністердің дәмімен өте керемет салат болып шығады. Және ең бастысы мерекелік дастарханыңызды ашып, мерекелік көңіл күй сыйлап тұрады. Бұл рецепт сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрине, рецепті өзгерістер енгізіп, осы бағытта әдемі көңіл күйде салатты жасасаңыздар болады. Рахмет.